Сәлем достар, бүгін сіздермен сугробы деп аталатын печеньенің рецебімен бөліскім келеді. Бұл печенье ішіне безе қосылып жасалатындықтан өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де лайк басып қолдап қойыңыздар. Қамырға керекті заттар: 100 грамм сары май, 50 грамм қант, 2 жұмыртқа сарысы, 70 грамм қаймақ және де 200 грамм ұн. 100 грамм жұмсақ майымызға 50 грамм қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң оның үстіне 70 грамм қаймағымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Қаймақ 20% болуы керек. Үстіне 2 жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Екі 200 грамм ұнымызды бөліп қосып, алдымен вилкамен, содан кейін қолдың көмегімен илейміз. Міне қалған жартысын да қосып, вилкамен, одан кейін қазір қолымызбен араластырамыз. Бізде осындай қамыр шығады, аздап қолға жабысқақ, сондықтан да салафанға салып, 1 сағатқа холодильникқа қойып қоямыз. Оған дейін біз беземізді жасай береміз. 2 жұмыртқа қуызын миксерлеп, аз-аздан 100 грамм қантымызды қосып отырамыз. Ыдысымызда миксердің басы да барлығы да құрғақ болуы керек. Осылай аз-аздан салып, миксердің жылдамдығын көтеру арқылы ақ массаға жеткенше миксерлей береміз. Міне осындай болып шығуы керек. Миксерімізді өшіреміз және де осылай ақпай, аударғанда да осылай ақпау керек, демек беземіз дайын болды деген сөз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, бірнеше бөлікке бөлуіміз керек. Шамамен 10-11 бөлікке бөлеміз. Менде 10 бөлік шықты. Осылай созып алып, одан кейін осылай бөліп шықтым. Біреуін алып, жайып шығамыз. 4 қылып жаямыз. Одан кейін қазір оның ортасына беземізді саламыз. Жайып болғаннан кейін бір кішкентай қасықпен осылай шетіне саламыз. Тым көп салмаңыз, себебі жарылып кетуі мүмкін. Осылай жауып, екіге бүктейміз, одан кейін шеттерін шанышқының көмегімен видеодағыдай басып шығамыз. Қалғандарын да дәл осылай істеп шығамыз. Противенға пергамент жайып, осылай барлығын дізіп шығамыз. 160 градуста қызған пешімізге 30 минутқа пісуға қоямыз. Менде мұнда біраз салмасы қалып қойды. Бұны пеште кептіріп, безе жасап тастауға болады. Міне 30 минуттан кейін осы сугробыйымыз дайын болады. Үстіне қант ұнтағын себуге де болады. Өте нәзік әрі дәмді болып шықты. Салмасы сініп, өте ерекше дәм береді, сондықтан сіздерге де жасауға кеңес беремін, себебі үйдегілер бірден бітіріп тастады. Және де видеоның соңына дейін қарасаңыздар, каналыма тіркеліп, видеоларымды қарап отырыңыздар. Келесі кездескенше.